Хельсинкиге жеткен сәтте ойыма ең бірінші келген нәрсе бұл елдің ең танымал тұлғалары кім деген сұрақ еді. Өйткені біз қай елге барсақ та ең алдымен сол елдің атақты жазушылары мен тарихи қайраткерлеріне арналған музейлерді іздейміз. Солар арқылы елдің рухын тануға тырысамыз. Есіме бірден түскен фин тұлғалары Маннергейм, Силанпиа, Тове Янсен және Симо Хяюхя. Маннергейм елдің тәуелсіздігін сақтап қалған тарихи көсем. Силанпиа Финляндия тарихындағы Нобель сыйлығын алған жалғыз жазушы. Янсен болса бүкіл әлемге танымал мумий тролльдердің авторы, ал Симо Хяюхя тарихтағы ең мерген аты аңызға айналған снайпер. Бірақ Хельсинкиде осы тұлғалардың ешқайсысына арналған арнайы музей жоқ екенін білгенде, шынымды айтсам, қатты таңғалдым. Басында бұл біртүрлі оғаш көрінді, бірақ кейін мұның астарында бір терең мән жатқанын түсіндім. Фин халқы жеке тұлғаны дәріптеуден, яғни культ қалыптастырудан бойын аулақ ұстайды. Бұл қоғамда теңдік, қарапайымдық және көзге түсіп ерекшеленуге ұмтылмау басты құндылықтардың бірі. Мұнда ең ірі тарихи қайраткерлердің өзі жеке дара көсем емес, бүкіл ұлттың ортақ жетістігінің бір бөлшегі ретінде қабылданады. Финдер атақ-даңққа емес, шынайы мағына мен нақты іске мән береді. Олар үшін ерлік көп сөзсіз, айқай-шусыз, үнсіз жасалған әрекет. Олар адамның өзін емес, оның қалдырған ізін, жасаған ісін бағалайды. Сондықтан Маннергеймді танығың келсе, қысқы соғыс музейіне бар. Ол бір адамның емес, тұтас бір халықтың күресін бейнелейді. Янсенді түсінгің келсе, оның еңбектері қойылған көрмелерді аралап, өзі сүйген саябақта серуенде. Силанпианы кітапханалардан ізде. Ал Симо Хяюхяның есімі ел жадында ғана сақтаулы. Оған тіпті ескерткіш тақтада орнатылмаған. Фин елі ескерткішті адам бейнесіне емес, идея мен мағынаға арнайды. Олар ерлікті дабыра етпейді, бірақ шын көңілмен құрметтейді. Біреуге ескерткіш орнатып кім екенін атай алмай масқара болғанша, ескерткішсіз ақ оны шын мәнінде танып білгенді артық көреді. Мысалы, Тове Янсеннің кітаптарын сатып алып, балаларына оқытады. Силанпианың шығармаларымен сусындайды. Маннергейм туралы ашық, 2-3 пікір айтуға қорықпайды. Финляндия біреуді у-шумен емес, үнсіз де терең еске алатын мекен екен. Бұл өзіме біздегі даңғойлықтан тәуір көрінді.